Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің ашық сабағымызға, домбыра үйірмесінің ашық сабағына келген құрметті мұғалімдер және құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы домбыра аспабының арт индустриядағы дамуы. Яғни біз бүгінгі сабақта домбыра аспабымыздың шығу тарихы, одан кейін орта кездегі өзіндік бір дамуы, оған үлес қосқан тұлғалар жайлы. Одан кейін қазір мынау 20 ғасырдың аяғы, 21 ғасырдың басы, жаһандану заманымен бірге домбыра аспабымыздың дамуы жайлы да осы ашық сабағымызда толыққанды түсіндіріп сөз қозғайтын боламыз. Слайдты қосып жіберіңіз. Домбыра аспабы жайлы айтқан кезде бізде мынау қазақтың тарихында бірнеше көрнекті тұлғалар, өнер зерттеушілері домбыра аспабын өзінше, әркім өзінің тұрғыдан зерттеген. Мысалға, Өзбек Әлжанбек ағамыз, тарихшы Ақселеу Сейдімбек, қазіргі Гумилев атындағы Евразия университетіндегі түркітанушы, филология ғылымдарының докторы Қаржаубай Сартқожаұлының пайымды пікірлері бар. Осыларға тоқталамыз. Біріншісі әрине Ақселеу Сейдімбектің күй шежірі деген еңбегі бар. Ол жерде неше түрлі күйшілерге тоқталады, күйлердің шығу тарихына тоқталады. Көп күй зерттеушілері осы кісінің еңбектеріне тоқталып назар аударады үнемі. Соның бірі Шығыс Қазақстан жеріндегі Күршім ауданындағы қарт ақсақалдың аузынан жазылған бір аңыз әңгіме бар. Ол жерде былай келтіреді, домбыра аспабының келесіге тұрыңыз. Домбыра аспабының бұрын бір аңшы жігіт болады. Сөйтіп Алтай таудың етегіне барып, жаңа аң аулау мақсатында таудың етегіне барады. Сол жерде бір бұғыны атып алып, сол жерде үйіне алып қайту үшін ауыр болады. Оның шек қарын ақтарып, етін ғана алып, шек қарын тастап кетеді. Одан кейін бірнеше уақыттар өткеннен кейін осы жас жігіт осы аң аулауға ұрымтал түседі ғой деп, сол жерде қайтадан іздеп барады. Сөйтіп іздеп барса, сол жерде бір жаңа құлағына ызыңдаған бір жағымды әуенді байқайды. Бұл не үн болды екен деп жаңағы жерге барып қараса, сол өткендегі бір аулап кеткен бұғының шектері ағаштардың талына ілініп, керіліп тұрғанын көреді. Күнге әбден керіліп созылған шек, ана желдің тербелісімен, физикалық тұрғыда тербелісі болған кезде, сол шек жағымды үн шығарып тұрған байқайды. Сонда бала ойланып, бұл не деген, апырай, бұл не деген, ғажап құбылыс, бұл шекке бір тілбіп тұрған секілді ғой. Мен бұлай тастап кеткенім жарамас деп, ол шекті шешіп алып, үйіне апарып, ағаштан аспап жасап, ол енді ол өзі домбыра деп аталған жоқ, ағаш жасап, соған сол шекті таққан екен дейді. Яғни зерттеуші Ақселеу Сейдімбек осындай аңыз әңгіме мен күй шежіре еңбегінде келтіреді. Ал енді қазіргі соңғы кезде біздің жаңағы белгілі зерттеушілеріміз Қаржаубай Сартқожаұлының айтуы, ол біздің заманымыздан 15 ғасыр бұрын, яғни 5-6 ғасырларда осы Моңғол Алтай тауынан табылған жас жігіттің мәйітінің жанынан табылған домбыраға ұқсас, домбыра тектес аспапты айтады. Келесі алсаңыз. Яғни мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, көне домбыра, кәрі домбыра, немесе ата домбыра деп атайды. Оның дәл осы домбыраға, археологиялық зерттеу жұмысында табылған домбыраға бірнеше мақалаларда, бірнеше зерттеулерде жасалынды. Яғни енді қараңыздар, бағанағы Ақселеу Сейдімбектің келтірген аңызында, ол енді аңыз ғой, аңыз ол ғылыми зерттеуге дәлме-дәл келе бермейді. Ал енді мынау археологиялық қазба жұмыстарында табылған домбыра, кәрі домбыра, бұл енді екеуін салыстырмалы тұрғыда қарағанда екеуі бір-біріне сәйкес келетіндігін байқаймыз. Ол қалай? Ол мысалға мынау домбыраның басындағы бейне бұл бұғы маралдың бейнесін бейнелеген. Сонда тура жаңағы қарт ақсақалдың айтуы бойынша аңызда да, және де мынау таудың етегінен табылған кәрі домбырада бұл екеуі географиялық тұрғыдан территориясы бір жерге келеді. Сонда біз домбыраның осы уақытқа дейін шығуын түркі заманынан бастап алады деп келдік. Ал осындай нақты дәлме-дәл мысалдардың негізінен кейін біз домбыраны сонау 5-6 ғасырларға
апардық, сол кезден басталған екен ғой деп. Бізде мысалға қобыздың шығу тарихы, қобыздың мысалға біз ең осы қазақтың аспаптарында ең көне деп атаймыз. Өйткені ол жаңа Қорқыттың заманына апарамыз, 8, 9, 10 ғасырлар деп. Ал мынадан кейін енді домбыра, яғни ол қобыздан да әріректе пайда болғанын дәлелдеп көрсетті. Келесі. Яғни одан кейін енді келіп домбыраның біз 18-19 ғасырларға келеміз. Неге 18-19 ғасырларға тоқталамыз? Өйткені біздің дәстүрлі музыка өнерімізде 18-19 ғасырлар ұлттық өнеріміздегі бір алтын ғасыр деп айтуға болады бұл ғасырды. Өйткені бұл замандағы өмір сүрген дүлдүл күйшілеріміз, дәстүрлі көмейіне бұлбұл ұялаған дәстүрлі әншілеріміз, таңды таңға жалғастырып жырлаған жыршыларымыз, осындай тұлғаларымыз осы 18-19 ғасырларда көптеп болды. Яғни кейбір оқушыларымызда мысалға сұрақ туындауы мүмкін. Күй атасы Құрманғазы деп атаймыз, барлығымыз білеміз. Күй атасы Құрманғазы деп атаймыз. Бірақ оны дұрыс түсіну керек. Домбыраны ойлап тапқан адам ол Құрманғазы емес. Домбыраны ойлап тапқан адам Құрманғазы емес. Құрманғазының алдында да менмін деген небір дүлдүл күйшілер болған. Мысалға Байжігіт, Жантөре, Мәмен, Сейтек, мысалы Махамбет, осы мысалы кісілер Құрманғазының алдында өмір сүрген. Олар да күй шығарды. Махамбеттің небір күйлері бар, мысалға Жұмыр қылыш, Жауға шапқан, Арысымнан айырылдым, барлығында сондай. Мәменнің Ақшолпаны, Жантөренің Шалқымасы керемет туындылар. Құрманғазының күйлерінен асып түседі деп те айтуға болады. Ал бірақ Құрманғазының күй атасы деп атауымыздың бірден бір себебі Құрманғазының күй формасы толық формаға жетті. Қазіргі бізде консерваторияда дәріс беретін профессор Абдулхамид Райымбергенов, Біләл Исқақов, Қаршыға Ахмедияров ағаларымыз айтқандай, Құрманғазыға дейінгі күйшілердің күйлері бас буын, негізгі буын, орта буын деп осы үш буында шығарылды күйлер. Яғни қазір 1 минут. Мысалға, өздеріңіз көріп тұрғандағыдай домбыраның күй формасы жалпы симфония сияқты, былайша айтқанда. Бас буын, орта буын, саға деген сияқты келеді. Мысалға, мынау бас буын болып ойналады. Мысалға, кез келген күйде бізде көбінесе бас буыннан басталады. Мынау негізгі буын, орта буын, негізгі буын осы жерлерде жүреді. Латтық тіректері осы жерден жүреді. Ал мына жерге келген кезде кіші саға, мына жаққа келген кезде үлкен саға деп атаймыз. Құрманғазыға дейінгі, яғни күйшілеріміз күйлерін шығарған кезде осы орта буынның, яғни нота тілімен айтқанда, екінші октавадағы соль тірегінен осы жерден қайтқан. Мына жаққа бара қоймаған. Ал Құрманғазының күйлері осы кіші сағаны қосты, және де үлкен сағаны қосты. Бұлайша айтқан кезде, европалық нота тілімен айтқан кезде осы формалық деңгейі толыққанды дамыды. Біз сондықтан Құрманғазыны күй атасы деп атаймыз. Осыны жақсырақ түсініп жүрген дұрыс. Яғни күй тарта білген адам бұл тарихшы деп айтуға толық мүмкіндік бар. Өйткені күйшілердің әрбір тартатын күйлері ол белгілі бір тарихи оқиғаларға негізделген. Қараптан қарап отырып адам күй шығара бермейді ғой. Қараптан қарап күй шығармайды. Адам өзінің болмыстан өткен бір көңілдің күйі деген мағынаға келеді деп айтады. Сол сияқты айтады ғой, Құрманғазы жаңағындай көп қиындықты көрмегенде, қашқында жүрмегенде, жаңа түрмеден түрмеге қашып жүрмегенде, оның атақты жаңа түрмеден қашқан, кісен ашқан, балбырауын, адай, сарыарқа, алатау, осындай сынды күйлер шықпас еді деп айтамыз. Дұрыс. Ал адам тек қана былайша айтқанда комфортный өмір сүретін болса, онда оның күйлері де сондай комфортный болар еді. Ондай күйлер біздің қазақтың тарихында бар. Мысалға Дәулеткерей деген күйшімізді алып қарасақ, Дәулеткерей күйші бұл төре тұқымынан шыққан. Дәулеткерей аристократ болған, былайша айтқанда, оның әкесі де Бөкей ордасынан шыққан кәдімгі. Бұл кісінің күйлері де өзі қағыстары да сондай болады, төре қағыс. Қағыстары жылдам шапшаң жүрмейді.
орташа, баппен, байыппен сондай жүреді. Ал Құрманғазының күйі қандай болады? Өте тез болады, шапшаң болады. Барлық күй тез деп айтуға болмайды, бірақ көбінесе тез болады. Характері, мінездемесі сондай болады. Одан кейін Тәттімбет, Сүгір, Дина, мысалға мына жерде енді белгілі дегендеріне тоқталып өттік. Бұлар әрбір мектептің өкілдері деп айтуға болады. Қазақтың жері кең ғой, кең болғандықтан біздің күйшілік мектептері де сондай кең. Мысалға орталық Қазақстанымыз Арқа күйшілік мектебі, шығыс Қазақстанымыз ол Алтай Тарбағатай күйшілік мектебі. Мына Жетісу жеріне келетін болсақ, ол жер Іле аймағы деп айтамыз. Оңтүстікті Қаратау күйшілік мектебі деп атаймыз. Одан ары қарай Қызылордаға кететін болсақ, Сыр өңірі деп атаймыз. Ары қарай Маңғыстау күйшілік мектебі, Құрманғазының өзінің жеке күйшілік мектебі деп аламыз. Дәулеткерей, Дина, тағысын тағы сол сияқты. Құрманғазының шәкірті Дина екенімізді барлығымыз білеміз. Құрманғазының ұстазы Ұзақ. Яғни осы күйшілеріміз домбыраның дамуына өзіндік үлесін қосқан тұлғалар. Біздің тарихымыз, төлтаңбамыз, бұл көрнекті тұлғаларды, көрнекті өкілдерді біз бұны білмеуіміз біз үшін қиянат. Дәстүрлі әншілерімізді айтпай кету мүмкін емес. Тек домбыраның дамуына тек күйшілер ғана үлес қосқан жоқ, сонымен қатар дәстүрлі әншілер де үлес қосты. Яғни Ақан Сері, Біржан Сал, Жаяу Мұса, Мұхаммед Кенен, сол сияқты. Бұрынғы осы 18-19 ғасырларда, яғни жаңа өнер дегендер бір адамның бойына бірнеше өнер табылған. Ол күйшіде болған, ол жыршыда болған, ол дәстүрлі әнде де айтқан. Онымен қоса ақындықта болған. Мысалға Тәттімбеттің нақты нелері бар, мысалдары бар. Мысалға Бес төре деген күйі бар. Сонда бір жиынға келген кезде бес төреді ғой, аты төрелеріміз. Соң бесеуге отырады. Сол жерде Тәттімбет күй тартады. Тосыннан тартады, күйдің аты белгісіз, құпия болады. Сол кезде күй тартқан кезде, одан кейін тартып болғаннан кейін сұрайды. Бұлдың күйдің аты не болды деген кезде айтады, күйдің аты бес төре, бесеуде мес төре, санаң болса кеудемде, шымбағымды шеш төре деп солай жалғасады. Қысқаша айтқанда төренің кемшіл тұстарын жаңағы күй арқылы жеткізеді, мысқылдап. Онымен қоса жаңағы Ақсақ Құлан Жошқан, барлығымыз білеміз. Ол білесіңдер ме күйдің тарихын? Ақсақ Құлан Жошқан қандай? Жошқанның несі ұлы жоқ. Иә. Ұлы құланға несеп барады, сосын құлан оны өлтіреді, оның қайтыс болады. Менің ұлымның қайтыс болғанын маған айтсаңдар, қаралы хабар, ауыздарыңа қорғасын болады. Елден бір күйші шығады да, ол баяндаған жоқ қанға барады. Барлығы деген ақымақ, бұл қазір өледі ғой дейді. Сосын ол күй арқылы барлығын баяндап береді. Сосын Жошқан ашуланып домбыраның аузына қорғасын болады. Оны кім тартты ол күйді? Білмейсің, Кет бұға деген күйші тартты. Яғни көрдіңіздер ғой, сонда домбыраның ұлылығы деп айтсақ та болады. Сондай былайша айтқанда хандарға, билерге, төрелерге осындай айталмаған наздарын, сондай көкейлерінде жүрген сұрақтарын осы күй арқылы жеткізіп отырған. Былайша сөзбен жеткізген ол бөлек әңгіме, ал күй арқылы жеткізген бөлек әңгіме. Яғни ол кездегі билеріміз де хандарымыз да күйдің құдіретін жақсы түсінген. Ол күй арқылы жеткізгенде оны абақтыға, зынданға тастамаған. Өте жақсы. Осындай күйдің тарихында біліп отыруымыз керекпіз, жалпы. Келесі слайд. Енді одан кейінгі ғасырымыз 20 ғасыр, 20 ғасырдың бірінші жылдығы, бірінші жарты жылдығы. Бұл кезде қандай болды? Бұл кезде біздің қазақ жеріндегі қазақтың қарадомалақ балалары білім жолына түсті. Яғни арман қуып, мақсат қуып, біз Ресей жерінен Москваға, Ленинградқа, осындай жерлерге барып білімдерін шыңдай түсті. Енді өзіміздің домбыраға қатысы келетін болсақ, осы кездегі Ленинград консерваториясын бітірген Ахмет Қуанұлы Жұбанов атамыз болды. Ол Ахмет Қуанұлы Жұбанов атамыз біздің дәстүрлі музыка өнеріміздің ішіндегі академик атанған ең алғашқы адам. Онда да ол Құрманғазын зерттеу арқылы. Ол кезде Ахмет Жұбановқа түрлі жалада жабылды, екі шекке табынған академик деп
оны қуғынға да ұшыратты. Бірақ сонымен қоса ол ондай сынға сынып қалмай, одан ары қарай жалғастыра берді. Яғни ол кісінің мақсаты не болды? Біздің дәстүріміздегі күйшілерді, әншілерді жазды, ғылыми еңбек қылып. Мысалға мынау «Ғасырлар пернесі» деген кітап бар ғой. Ол Ахмет Жұбановтың күйшілерге арнаған кітабы. Одан кейін «Заманауи ұлдар» деген кітап бар, ол дәстүрлі әншілер жайлы жазды. Саған Ленинградтағы консерваторияны бітіріп келгеннен кейін Ахмет Қуанұлы сол жақта жүрген кезде орыстың халық аспаптар оркестрін көрді. Содан кейін ол кісіге ой келді, Қазақстанға келгеннен кейін, неге біз қазақтың аспаптарынан біз неге оркестр құрмаймыз, неге ансамбль құрмаймыз деп. Оған дейін біздің өнерімізде тек қана жекелей дарала болды. Жаңа күйшілеріміз олар ансамбльмен күй тартқан жоқ, оркестрмен тартқан жоқ, жекелей болды. Соның бастамасы негізінде өнерімізді кәсібилендіру мақсатында Алматыда 1933 жылы Құрманғазы оркестрінің негізі қаланды. Ол кезде бірден жаңа 60-80 домбырашы жиналған жоқ. Қазақстанның түкпір-түкпірінен, батыстан, шығыстан, орталық Қазақстаннан, оңтүстіктен 11 домбырашы жиналды. Шертіп жүрген нақты деген. Сонда бір қызық айта кетейін осы тұста. Сонда 11 домбырашының қатарынан отырғызып қойған екен жаңағы Ахмет Қуанұлы, сөйтіп Құрманғазының Сарыарқандысын орындаған екен. Сөйтіп бастайық деп, жаңа үй деп бастап кетіп қарап отырыпты, сөйтіп соңында бітсе жаңағы бір күйші тартпай отыр екен да. Бітіп болған екен, сіз неге тартпадыңыз десе, мен бұл күйді бағана тартып қойғам деп айтқан екен жаңағы. Бағана тартып қоймын бұл күйді деп. Сонда көрдіңіз бе, біздің қазақтың тарихында ондай ансамбль, оркестр деген ондай ұғым болған жоқ. Ол кісі ондай нәрсені көрген жоқ. Содан бастап ары қарай дамыды. Тек қана домбырашылардан оркестр шықпайтындығын түсінді. Одан кейін жаңағы европалық деңгейге жеткізу керектігін түсінді. Яғни біздің домбырамыздың дамуы осы жерден бастау алды деп те айтуға болады. Оған дейінгі домбыраларымыз қойдың, ешкінің шегінен тағылса, шектері. Одан кейін біз мынау қазіргі тағып жүрген домбырамыздағы леска деп айтамыз ғой. Осындай лескаге ауыстырылды. Ол жерде жаңа атақты зерттеушілер Ресей жерінен алынған Эммануэль Романенко деген кісіні алдырып, аспап жасау шеберін алдырып, шеберханада небір түндер өтті. Ол жерде домбыраның түр-түрін жасады. Бас домбыра, альт домбыра, контрабас. Өздеріңіз білесіздер ғой, домбыраның кішкентай түрі болады, үлкен түрі болады, тіпті үлкен түрі болады, оркестрде бүйтіп отыратын. Одан кейін қобызды да солай болды. Тек қана қыл қобызды не алған жоқ. Одан кейін прима қобызды осы кезде шықты. Прима қобыздың дыбысы, звучаниясы ол қандай аспапқа келеді? Қандай? Скрипкаға келеді, дұрыс. Яғни скрипканың диапазонын беру керек болды. Сол себептен ол жаңа прима қобызды ойлап тапты. Альт қобыз, контрабас, солардың бәрі. Мына өздеріңіз суретте көріп тұрғандағыдай, бұл Құрманғазы оркестрінің толыққанды формаға жетіп, қазіргі деңгейдегі бейнесі. Мына жерде тұрған дирижер, ең алғашқы дирижер әрине Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Видеоны қосып берсеңіз. Біз енді қазір видеоны тамашалаймыз, архивтен алынған. Ол жерде консерваторияның Ахмет Жұбановты неге біз құрметтейміз? Өйткені осы Құрманғазы оркестрін ашқан, және де консерваторияны ашқан кісі. Тамашалайық. Өздеріңіз көріп отырғандай Ахмет Жұбанов дирижерлап тұрған. Сәл жайлы, сәл. Изучая историю казахской музыки, мы видим, что тамашний казахский народ любовно передавали из поколения в поколение богатое музыкальное наследство. Но никто из ваших дедов не знал, что такое ноты, не играл на рояле, на скрипке, на других подобных инструментах. Только при советском строе, благодаря мудрой сталинской национальной политике, пышно расцвело казахское профессиональное искусство. В эти дни
мы отмечаем пятую годовщину со дня организации нашей консерватории. И все это учебного заведения выжите профессиональными музыкантами, композиторами, вокалистами, музыкальными критиками и понесете в массы прекрасное искусство советского Казахстана, национальные по форме социалистическое фотоведение. В народе неисчерпаемый источник таланта. Эта девушка всего еще год тому назад была работницей Семипалатинского мясокомбината. Сейчас Бибикуль Тулибенова, студентка Алматинской консерватории. Студент кезі. Дети рабочих, колхозников, советской интеллигенции, Сенат консерватории любовно изучает музыкальную культуру казахского народа. Домбра. Ее воспевали акыны, много пел о ней и шампу. В руки белую домбру вдохновенно я беру, льются чистые потоки в море песен звоном струн. Народные мастера передают молодежи искусство игры на домбре. Талантливые юноши и девушки, студенты консерватории, воспитываются лучшими музыкальными деятелями Казахстана во главе с доктором искусствоведческих наук Ахметом Шубановым. Болды, рахмет. Яғни өздеріңіз жаңа көргендегідей Ахмет Жұбановтың еңбектерінің бір сыпырасын көрдіңіздер. Яғни ол кісі біз мысалға домбырамен осы кезге дейін тек қана күйді тартып келген болсақ, Ахмет Жұбанов композиторларға белгілі тапсырмалар берді. Домбыраға арналған шығарма жазу керек. Және де фортепианомен сүйемелдеп орындау керектігін нақты тапсырма берді. Өйткені бізде қысым болды, жан жақтан домбыраны дұрыс емес аспап деп те қаралап жатты, қобызы да солай. Сол қысымнан құтылу үшін біз сондай жолдарға бардық. Жаңа шығармаларды солай бізге қысым жасаған адамдардың шығармасын біз орындау керек деп сондай тапсырма берді. Сонда орыстың да, шетелдің де, Европаның да небір шығармаларын, классик шығармаларын біз домбырада екі шекпен орындап көрсеттік. Сол кезге дейін, мысалы, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Орталық Қазақстанның домбыраларының перне үлгілері 12-16 пернемен ғана шектелді. Ал енді осындай оркестрлік тұрғыға жеткізу үшін перненің санын 18 мен 22-нің аралығына жеткізді. Бізде қазіргі домбырамыздың перне саны 19 ғой, нақты түрде, бірақ 19-мен тоқтап қалмайды. Ары қарай барған кезде де сол 22-20 сол жерге шейін барады. Көрсетілмеген түрде, бірақ ала береміз біз. Әсіресе Құрманғазының күйлерінде көп аламыз біз оны. Яғни біз Ахмет Жұбановты тереңірек білуіміз бізге парыз. Және онымен қоса біздің домбыраның қазіргі таңда дамуына көптеген үлес қосып жүрген шеберлерді айтып кетуіміз керек. Ол Жолаушы Тұрдығұлов, Жақсылық Оспанов, Мұса Әділев, Сұлтан, Нарбек Оқанов, Айтмұхамед, Азат ағайларымыз, Ердос Рахымбеков деген шеберлер, ол қазіргі таңда Ұлтау, Мейрамбек Беспаев, Айгүл Кембаева сынды күйшілеріміздің ұстап жүрген домбыралары, Азат ағайларымыз соңғы кезде
осы үздік шебер номинациясын жеңіп алды. Мәдениет министрлігінің ұйымдастыруымен өткізген үздік шебер номинациясын домбыра жасаудағы. Сол сияқты осы кісілер домбыраның дамуына көптеген үлес қосуда. Одан кейін ары қарай созыңыз. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздағыдай біз одан кейін осы 20 ғасырдың жаңа бірінші жартыжылдығын айтсақ, енді біз 20 ғасырдың 90 жылдарына келеміз. Яғни ол кезде біздің жаңалық не болды? Бізде жаңалық деко жанры болды. Деко жанры болды. Яғни оны толыққанда айтатын болсақ, домбыра мен эстраданы ұштастырып күйді компьютерде орындау деген мағынаны білдіреді. Деко деген жанр. Яғни сол кезде 90 жылдарда біз мынау күйлерді компьютермен өңдеп, аранжировка жасап, сондай бақыт шықты. Ол кезде ол жанрды бізге алып келген Жасарал Еңсепов деген тұлғамыз, күйші кісі. Ол қазіргі таңдағы кәсіби деңгейде білім алған Асылбек Еңсеповтың әкесі. Ол кісі де күйші. Яғни ол кісінің жаңағы жанрын жобасы, былайша айтқанда жобасын халыққа кеңінен насихаттаған ол әрине ұлы Асылбек Еңсепов. Консерваторияны бітірген Біләл Алпанұлы Ысқақовтың шәкірті. Одан кейін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі профессор Айгүл Үлкенбаева ұстазымыз. Бұл кісінің лақабаты қазіргі таңда Тірі Дина. Тірі Дина деп айтады. Динаның техникасын жетік меңгерген кісі. Онымен қоса жаңағы күйлерді компьютерге өңдеген. Одан кейін Ұлытау тобын барлығымыз білеміз. Ұлытау тобы, Ұлытау тобы жайлы мағлұмат білетіндер бар ма арамызда жалпы? Ұлытау тобын бәріміз білеміз, Ұлытау тобы дейміз. Бірақ ол жердегі Ұлытау тобының бір ерекшелігі, ол жерде тек қана домбыра емес. Бұл жерде саста құрамда тұрған жігіттер, бізде консерваторияда менен бір курс жоғары оқыған, өзіміздің достарымыз қатарында клавиште домбырада тұрған балдар. Бұлар яғни барлық аспапты бір деңгейде көрсету. Онымен қатар домбыраны күйлерді насихаттау. Америкада, түрлі бағыттарда, байқауларда бас жүлдені иеленіп келген. Яғни күй өнерінің әлемдік деңгейге насихатталуына, өркендеуіне үлес қосып жүрген топтың бірден бір бірегейі. Одан кейін ар жақта тұрған Алдаспан деген этно-рок тобы. Ана қолдарында ұстап тұрған аспап, бейтаныс аспап, былай қараған кезде. Бірақ ол домбыра. Ол қандай домбыра? Ол электродомбыра. Жақындатсаңыз болады. Бұл жігіттермен жетекшісі Нұржан Тойшы деген кісі бірнеше презентациялар жасады. Сонда бұл кісінің айтуы, мысалға гитараның аспабын алсақ, акустикалық гитара дейді, сосын электрогитара дейді, сымға тағылып былай ойнайды. Біз неге домбыраның да сондай түрін жасамасқа дейді. Домбыра тек қана акустикалық тұр ғой, соның электролық түрін жасаған бұл эксперименталды аспап қой, былайша айтқанда. Бұның да өзінің аудиториясы бар. Шегі сымнан тағылған. Дыбыс улайтқыштар арқылы бірнеше аудиторияны үлкен стадиондарға концерт беруге мүмкіндіктері бар. Яғни біз қорыта келе бүгінгі сабағымыз біздің айтқымыз келетіні, өздеріңіз көргендей мына Алдаспан тобы, үлкейтіңізші сақын экранды. Ұлытау тобы бар, мына кімдер бар, Асылбек Еңсепов, Айгүл апайларымыз бар. Біз жаппай домбыраны осындай эстрадамен орындау керек, электро қылып орындау керек деген бұл мақсат емес бұл. Бұл жастарға бұл үгіт насихат емес. Бұл кісілер айтады, біз осы әуендер арқылы, мысалы кейбір жастарымыз болады, тек қана рок тыңдайтын, шетел шығармаларын тыңдайды, тек қана рок тыңдайды. Біз сондай жастарға дейді, осы әуендерді тыңдату арқылы, күйді жаңа рокқа салу, осындай этноға салу арқылы, біз солардың көзін, жаңа пайымын қайтадан күйге алып келу керек дейді. Ол тұрғыдан алғанда бұл кісілерді қолдауға болады. Дей тұрғанмен біздің қазақтың өзіміздің бояуымызға сіңген қоңыр үнін, қазақтың қара домбырасының біз маңызын жоғалтпауымыз керекпіз. Біз көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керекпіз. Домбыра төрімізде ілініп тұру керек. Құр ілініп тұру маңызды емес, оны тарта білуіміз керекпіз. Әрбір қазақ баласы домбыра ойнау, ол бізге Қадыр Мырзалиннің өлеңі бар ғой. Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кең бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды содан сұра тек қана, одан асқан шежіре жоқ, одан асқан жоқтан дейді. Осындай өлең шумақ арқылы домбыраның болмысын бір өлеңге сыйдырып бергендеймін. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Біздің сабағымыз форматы еркін, сондықтан ешқандай осы жаңа айтылып жатқан сөздер бойынша, әңгімелер бойынша
Сұрақтар бар ма? Қоя қой, Баян. Қаттырақ сөйлей қойыңыз. Үлкен мен кіші домбыраның айырмашылығы неде? Үлкен кіші? Оркестрде бағана айтқан едіңіз ғой, үлкен домбыралар болады, кіші. Өте тамаша сұрақ, рахмет сұрағыңызға. Біз мынау қазіргі өзіміздің тартып жүргеніміз қазір өзіміздің стандартты домбырамыз ғой, стандартты домбырамыз. Енді осыдан біз үлкен домбыраны, кіші домбыра деп айтып жатырмыз, ол жаңа контрабас домбыра деген болады. Оның ауқымы мысалға мына жерден мына жерге дейін кетеді. Пернелердің де арасы алшақ болады. Оның айырмашылығы, бірден бір айырмашылығы дыбыс диапазонында. Мысалға мынау ре соль нотасы бұл бірінші октавадағы диапазонды беретін болса, ол контрабас домбыралар, енді өздеріңіз ойлай беріңіздер. Оны шегін тартқан кезде бұл әуенді бермейді. Одан төмен бір октава, екі октава төмен дыбысты береді. Мысалға ре соль болады ма сол, ре соль болады, о деп төмен дыбыс беріп тұрады. Мысалға оркестрде орындаған кезде сондай ғой, барлық аспап бірдей унисонда бір тембрді беріп тұратын болса, оның несі болмайды. Мазмұны болмайды, ерекшелігі болмайды. Төменгі дыбыс дегенде болады, жоғарғы дыбыс дегенде болады. Мысалға хор айтқан кезде де солай болады ғой, мысалға, бас, альт, тенор, сопрано деп бөлінеміз, мысалы қыздар тенор, сопрано болса, бас пен альт ұл балдар болады. Сол сияқты. Соның бәрі мысалға қосылған кезде әдемі, қоңыр, жүрекке жағымды сондай бояу береді. Дәл сондай. Оркестрде де солай. Аспаптарды да солай келтіруге тырысты. Яғни ол жаңа европалық тұрға нақтырақ айтатын болсақ, мысалға скрипка аспабы бар, скрипканың өзі бірнеше түрі болады. Альт скрипка дейді, одан сәл үлкендеу болады. Одан кейін отырып тартатын аспап бар ғой, сықышты. Оның аты қалай аталады? Қандай? Виолончель, өте дұрыс. Виолончель, ол да қазір жақсы насихатталып жүр. Одан кейін оның үлкен тұрып ойнайтын аспабы, оның аты қалай? Контрабас, өте тамаша. Сонда көрдіңіздер ма, скрипка мысалға, альт скрипка, виолончель, контрабас. Міне осындай жүйеге келтіру керек болды домбыранды. Мынау тенор домбыра деп аталады. Тенор домбыра, альт домбыра, бас домбыра, контрабас домбыра. Көрдіңіздер ма? Дәл сол европалық жүйеге келтірді. Дыбысынан да айырмашылық солай болды, және атауы да солай өзгерді. Қазіргі таңда ол тәжірибе өте дұрыс жасалынды, экспериментал дұрыс жасалынды. Дұрыс жасалғанның айғағы қазіргі таңға дейін біз оркестрде оны қолданамыз, бұл аспаптардың барлығы. Тағы да бар ма сұрақтарыңыз? Осындай сұрақ. Әндерді. Жақсы сұрақ. Эстрадалық әндерді домбыраға тартуға болады, бірақ кез келген тартуға болмайды. Өйткені домбыраға ол үні, мысалға біздің домбырамыз бұл шертпелі аспап, бұл ысқышты аспап емес. Ал кейбір әндерде мысалға созылып айтатын әндер болады, мысалға қоралай көз, жаңа қарлаштап жатты мысалға. Ал домбыра бізді тербелісі физикалық, математикалық тұрғыдан біздің тербелісіміз ұзаққа бармайды. Тың еткізсек, 3-4 секундқа шейін бару мүмкін. Яғни ол кез келген әннің характеріне байланысты. Ол бәріне кете береді деп айтуымызға болмайды. Ал жаңағы өздеріңіз көргендегідей видеодағы да ол тартып отырған, ол шығармалық тұрғыда тартып жатыр. Яғни мысалға тремоло арқылы алуға болады. Тремоло деген нота тілмен айтқан кезде дыбыстардың жиіліктері бір-бірімен байланысуы мысалға. Десе, этнобаққа кеткен болады, Десе, ол этнобаққа кетеді. А жаңында тремолоға болатын болсақ, онда шығармалық көзқараспен болады. Сондықтан бұл сұрақты неге қойдыңыз деп ойлаймын, алдағы уақытта бір сондай әндерді домбырамен тарту ойыңызда бар сияқты ғой. Бірақ өте сақтықпен бару керек. Кез келген әнді тартам деп, әнді бұзып алмау керек. Бар ма тағы да сұрақ? Сұрақ жоқ па басқа? Түсінікті ма барлығы бүгінгі тақырып бойынша? Дамуы, шығу тарихы, дамуы, қазіргі таңдағы тұрғысынан алып қарағанда. Сіздерде сұрақтарыңыз жоқ па, құрметті мұғалімдер?
Сұрақтарыңыз болмаса, мархабат. Біз бүгінгі сабағымызды қорытынды ретінде жаңа Құрманғазы бабамыз көп айттық. Ол бабамыздың күйін тартпауымыз мүмкін емес. Барлығымыз қазір сахнаға шығып, домбыраларыңызды алып, Құрманғазының балбырауын күйін сіздерге тартып өтеміз.